Алла Тағала Мұхаммед пайғамбарды мейіріміне бөлейді, және оның періштелері де оған жақсылық тілейді. Ей иманға келгендер, қазақтар, орыстар, арабтар, дүнгендер, немістер, өзбектер, француздар, әлемдегі барлық ұлттар, сендер де оған Мұхаммедке салауат айтыңдар, және амандық тілеп сәлем беріңдер. Алла Тағала Мұхаммед пайғамбарды жақсы көріп, аспандағы періштелеріне оны мақтайды, періштелер де оны дәріптеп, ол үшін аса ұлы Аллахқа дұға жасайды. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вәсәлләм сахабаларға пайғамбар үшін қалай дұға тілектер жасау керек екенін үйретті. Оның бірнеше түрі бар. Сондай дұғалардың бірі оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, яғни саллаллаху алейхи вәсәлләм. Салауат пайғамбар үшін намаздан сәлем берер алдында айтылады. Салауат пайғамбар үшін азан шақырылғаннан кейін айтылады. Салауат пайғамбар үшін жаназа намазында екінші тәкбірден кейін айтылады. Салауат пайғамбар үшін Мұхаммед есімі естілгенде айтылады. Салауат пайғамбар үшін дұға жасағанда бата бергенде айтылады. Салауат пайғамбар үшін жұма күні көп айтылады. Себебі мұсылмандар үшін жұма күні ең жақсы күн болып есептеледі. Жұма күні адам атамыз жаратылды, жұма күні дүниеден өтті. Мұсылмандар өзінің жаны күнәдан тазаруы үшін пайғамбарға салауат айтады, және де 5 уақыт намазды міндетті түрде орындайды. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.